Келесі тақырып бізде S және S. Бұл бізде сияқты деп аударылады. Мысалы, мен сен сияқты ұзынмын, болмаса сен мен сияқты ақылдысың деген сияқты сөйлемдерді қалай аударамыз. Енді қараңыздар, ең бірінші көрсететін конструкция ол бізде S, ортасында сын есім қоясыздар, бірақ жай шырайда қоясыздар. Және қайтадан S. Мысалы, давайте бірінші сөйлем құрастырайық, иә? Сын есіммен құраған кезде бізде көбінесе етістік ретінде I am, you are, he is деген жүреді. Мысалға, I am as tall, ұзын деген сөз, иә? As you. Немесе as you are. Давайте you are деп жазайық, сіздерді шатастырмау үшін. Яғни біз не дедік? Мен сен сияқты ұзынмын деген сөз. Көріп тұрғандай міне as тұр, ортасында бізде сын есім тұр. Сын есім бізде қандай деген сұраққа жауап береді, иә? Келесі тағы. Мысалға, you are as жылдам. Fast as I am. Міне, не дедік? You are сен такой же быстрый, яғни мен сияқты жылдамсың деген сөз. Міне, мынау бізде сияқты деген сөз. Екі as-дің ортасында көріп тұрғандай бізде сын есім тұр, иә? Сен мен сияқты жылдамсың деген сөз. Тағы бір сөйлем, мысалға, he is as clever. Clever as she is. Қалай аударылады? Ұлға қатысты айтылып тұр, иә? Ол қыз сияқты ақылды деген сөз. Ал енді сұрақта не істейсіздер? Әрине сөйлемде am, are, is болған жағдайда ол алдына шығады. Мынаны алып келеміз, мына жаққа тиіспейміз. Сонда сұрақ біреуін көрсетейік. Мысалға, am I as tall as you are? Қайтадан сөйлемді көшіреміз дәл осылай. Енді аударамыз. Мен сен сияқты ұзынмын ба деп тұр, иә? Акцент бізде мына сөзде тұр. Мен деп тұр. Яғни жауап сен болады. Я, сен ұзынсың. Онда yes, you are болады. Болмаса no, you aren't болады. Мына жерде сұрақта қалай болады? Are you as fast as I am? Сен мен сияқты ұзынсың ба? Ой, жылдамсың ба? Fast. Егер сұрақ сен болса, әрине жауап мен болады, иә? Мұнда сұрақ, is he as clever as she is? Ол қыз сияқты ақылды ма? Yes, he is болады, иә, жауап. Ал енді болымсыз түрінде, мысалға, мен сен сияқты ұзын емеспін болса, онда осы түйбеге тағы not жалғауын қосамыз. Біріншісін қайтадан көрсетейін. Например, I am деп тұрса, оған тағы not қосасыздар. You are not. He is not болады. Сонда I am not as tall as you are болады. Мен сен сияқты ұзын емеспін деген сөз. Міне, болды. Енді қараңыздар, мен келесі вариантты көрсетейін деген, ол as-дің ортасында adverb келуі мүмкін. Ағылшын тілінде adverb деген сөз ол істеу. Істеу ол қалай деген сұраққа жауап береді, орысша как. Например, мен машинаны айдаймын, сен сияқты жылдам деп айтып көрейік, иә? Қалай болады сонда? Мен, I. Енді самый главное отличие. Бұл жерде біз I am қоймаймыз, потому что айдау деген етістік тұр. Drive, қимыл әрекет тұрған жерде мынақа I am деп қосуға болмайды. Вот бүкіл оқушылар менде осында қате жібереді. Мен не істеймін, айдаймын, жүргіземін деген сөз. Онда маған мынау етістік қажет емес деген сөз. Ағылшын тілінде істеудің қасында етістік қимыл әрекет жүреді деген сөз. Яғни қалай болады? Мен айдаймын, нені? Машинаны. Также as, жылдам қайтадан fast, as you. Енді қараңыздар. Мен мына жерге алып келіп as you are демеймін. Не үшін? Потому что менде мұнда сөйлемде етістік тұр. Онда осының көмекші етістігі do. Естеріңізде болса, сұрақта do қоямыз you'дің алдында, иә? Сонда сөйлем былай болады. Мен айдаймын машинаны, сен сияқты жылдам. Мына тұрған орысша айтқан кезде қазақша кішкене точный перевод жоқ. Мына тұрған fast, быстрый деген сөз, иә? Орысша быстрый.
Сонда сөйлем, ты такой же быстрый, как и я. Какой деген сұраққа жауап береді, иә? Мынау сын есім. Ал мынау, я вожу, орысша аударайықшы, иә? Я вожу машину как? Так же быстро. Мына тұрған быстрый болмайды. Орысша аударатын болсаңыздар, быстро болады. Отвечает на вопрос как, яғни қалай деген сұраққа жауап береді, иә? Мен айдаймын машинаны қалай? Сен сияқты жылдам деген сөз. Тағы сөйлем көрсетейін. Present simple'да ғана көрсетейін, шатастырмау үшін. Например, you walk, сен жүресің. Қайтадан as, медленный ағылшын тілінде slow болады. Маған істеу керек. Істеуде ол slowly болады. Это слово медленно деген сөз. Сонда сен жүресің так же медленно as I do. Так, орысша, ты ходишь так же медленно, как и я болады. Мына тұрған as-дің ортасында бізде тұрған сын есім емес. Ол бізде істеу. Қараңыз, бізде негізі істеу деген тақырып, отдельно бір тақырып, істеу. Олар қалай жасалынады? Сіздер мысалға сын есім бар ғой, slow, который переводится как медленный деген сөз, қандай деген сұраққа жауап береді. Соған ly қосасыздар, получается slowly, медленно. Біз сын есімнен алдықта істеу жасап шығардық. Міне осылай болады. Так, сөйлем he she'тан басталса, давайте қандай сөзді алайық? Write деген сөзді алайық, иә? Сөйлем write-қа біз s қосамыз, потому что мен present simple-да көрсетіп отырмын. Так, he writes a book, ол жазады кітапты. Также красиво. Ағылшын тілінде красивый бізде beautiful болады, иә? Красивая. Красиво болған кезде тағы ly қосасыздар, сонда beautifully болады. As they do. Міне, мен as-дің ортасында көріп тұрғандай ly окончаниясын қостым да, істеу жасадым. Beautiful деген сөз бізде әдемі, орысша красивый или красивая болады. Beautifully будет красиво. Как деген сұраққа жауап береді. Енді сөйлемді аударамыз. Он пишет книгу так же красиво, как и они болады. Енді, к сожалению, бізде сұрақ қою форматы кішкене симай қалды. Оны негізі бізде қатысқан оқушылар өздері біледі. Сұрақ қойған кезде, как обычно, шаг present simple ма, онда сөйлемнің басына do қоя саласыздар. Walk present simple ма, сөйлемнің басында do қоямыз. Write present simple ма, сөйлемнің басында does қоямыз. Сонда сұрақ қалай болады? Do I drive a car as fast as you do? Перевод будет. Мен айдаймын ба машинаны так же быстро, как и ты? Ответ yes you do, no you don't. Акцент мынаған қарап жауап бересіздер. I болса сен болады жауап. Келесі сұрақ. Do you walk as slowly as I do? Сен жүресің бе так же медленно, как и я? Сұрақ акцент біз сен деп тұрмыз. Яғни жауап мен болады. He she'тің алдында does тұрады, мынаның s түседі. Do you remember? Сонда қалай болады? Does he write a book as beautifully as they do? Перевод будет. Ол жаза ма кітапты так же красиво, как и они? Акцент бізде ол болса, жауап әрине ол болады. Сонда yes he does, no he doesn't болады. Міне сұрақ осылай болады. Ал енді болымсыз айтамын десеңіздер, онда міне между ними ставите don't немесе doesn't. Мынаны алып тастаймыз. Сонда қалай болады сөйлем? I don't drive a car as fast as you do. Мен айдамаймын машинаны так же быстро, как и ты болады. Мынаны алып тастаймыз, мына екеуінің ортасына don't қоямыз. Қалай болады сонда? You don't walk as slowly as I do. Ты не ходишь так же медленно, как и я болады. Мына жақта does'ды алып тастаймыз, негативта мына жаққа doesn't қоямыз, иә? He doesn't write as түседі. He doesn't write a book as beautifully as they do. Перевод будет. Он не пишет книгу так же красиво, как и олар, как они. Мен кейбір жағдайда пришлось орыс тілін қосуға, потому что қазақ тілінде үстеу мен сын есімнің айырмашылығы жоқ переводта. Бірдей аударылады. Чтобы оқушылар түсіну үшін орысша аударсаңыз, тезірек түсінесіздер. Бұл сабақ осымен аяқталды. See ya!